Желтоқсан оқиғасына орай материал жасамау дұрыс емес болар еді. 34 жыл өтті, ашылмаған ақиқаты көп. Тіпті осы оқиғаға күні бүгінге дейін нақты тарихи баға да берілген емес. Қанша адам зардап шекті? Олардың тән жарасы мен жан жарасы жазылды ма? Сұрақ көп, жауап аз. Ресми ақпараттар бойынша желтоқсан оқиғасына байланысты 100-ге тарта адам сотталып, 300-ге жуық студент оқудан шығарылған. Опат болғандар ше? Осы сандарға қарап, бұл оқиғаның қаншама адамның тағдырын талқан еткенін ұғасың. Желтоқсан оқиғасына қатысушыларға мемлекет тарапынан мәртебе берілмесе де, бұқара халық оларға зор құрметпен қарайды. Ал өздері сол заманда алаңға барғанына еш өкінбейді. 1986 жылы алаңға шыққан сол кездегі жап-жас жігіттер, қазір жігіт ағасы болған азаматтар туралы. Дәуренбек Әбдібектің сюжеті. Қостанай қаласының тұрғыны Олжабай Жанатов 1986 жылы 22 жаста еді. Алматы мал-дәрігерлік институтының бірінші курсында оқитын. 16 желтоқсан күні ол өзгеде жолдастарымен бірге алаңға барған. Жиын бейбіт түрде өтіп, әр ұлттың өз көсемі болсын деген сыңайда ұсыныс пікірлер айтылған. Менің Қазақстаным әні шырқалған. Кешке таман алаңда әскерилер қоршап, өрт сөндіргіш көліктер келеді. Біраздан соң олар алаңдағы жұртқа су шашып, іле тұтқындау, ұру, соғу басталыпты. Содан ол жерде қашып келе жатып, артқа қарай жаңа артта уже ит өріп атқан дауыстар естідік. Жаңағы ыңырсыған адам, жердің бетінде аз аппақ қардың несі уже қанның нелері, белгілері, жаңа қан таптаған жерлер болды. Осы аласапыранда Олжабайдың да арқасына бірнеше рет резеңке сойыл тиіпті. Алайда жігіттер бір-бірін тастамай, арпалса жүріп қуғыннан құтылып, жатақханаға жеткен. Қалай қолға түсіргені белгісіз, бір жігіт милиция өздерін сабаған резеңке таяқты да ала келіпті. Бұрын жай телевизиядан, кинодан көргенбіз, оны ондайды көрмеген, соны жатақханаға бөлмеге келіп, жаңағын кесіп көрсек, ішінде бір саусақтың көлеміндегі трос бар екен, басқа ештеңе жоқ жаңа. Осы екен ғой деп, енді анау арқаға тигенде кәдімгі бірінші ыстып жүреді, сосын барып ауырады орны. Көп ұзамай тергеу тексеру басталды. Олжабайдың да талай таныстары оқудан шығарылды. Тіпті істі болып сотталып кеткендері де болды. Өзінің де көп күндері үреймен өтті. Әйтеуір тағдыр жазып, ол қуғын сүргіннен аман қалды. Оқуын ойдағыдай тәмамдап, туған елі Торғайда еңбек жолын бастады. Ұзақ жыл ішкі істер саласында қызмет етіп, зейнетке шықты. Екі ұл, бір қыз тәрбиелеп өсірді. Ол кеңес үкіметінің отаршыл саясатына ашық қарсы шыққан қазақ жастарының сапында болғаны мақтан тұтады. Бұл тұтас халықтың бодандық бұғауын бұзу, бостандыққа ұмтылу жолындағы бұлқынысы деп біледі. Алаңға бірге шыққан азаматтармен арадағы қарым-қатынаста ешқашан үзілген емес. Ұлтшылдық деген ондай сезіммен емес. Ондай біздің енді кейбір сөздерде былай болды. Біздің елдің азаматы неге болмасқа, неге Қазақстанның тұрғыны болмасқа деген сөздер, мағыналы сөздер сондай болды. Таразда, Алматыда азаматтар бірге болған телефонда чатымыз бар, сонымен хабарласып, араласып, сол болып жатқан ақпаратты оқып, көріп отырам. 86 жылдың аязды желтоқсаны алматылық суретші Мағауия Әденовтің де өмірінде өшпесіз қалдырды. Сол 3 күннің ызғары әлі күнге дейін жүрек сыздатады. Мағауия Әденов ол кезде отбасын құрған, 3 баланың әкесі еді. Өнер комбинатында суретші дизайнер болып жұмыс істеп жүрген. Алайда ол елдіктің тағдыры сынға түскен шақта басқамын күйттеп бейтарап қалмады. Мәскеудің тұтас халықпен санаспай шығарған шешімінен наразылығын білдіру үшін жастармен бірге алаңға аттанды. Мен өмірімде ұмытпайтын бір оқиға бар. Милицияның машинасымен келіп ит жетектеген бір басқа ұлттың өкілі енді. Сол қазақтың қызын шырылдатып итке талады. Соны амалсыздан жігіттер соны құтқарып аламыз деп қасында өсіп тұрған жаңағы шыршаларды сындырып, жаңағы милиционерді сөйерде таяққа жықты. Қазақтың өрімде қыздарының соншама әскерге қарсы тұрып, тіпті жаңағы жерде ұрып сабап тепкілеп жатқан балалар жігіттер болды қарға. Соның қыздар денесімен жатып бізді қорғады.
көздерінде от ойнаған көпшіліктің ортасына енгенде рухтанып, ерекше бір күйді бастан кешесің. Бойда қорқыныш болған жоқ деп еске алады жігіт ағасы сол кездерді. Бұл оқиға жалпы қазақ жастарының өжеттігін көрсетті, азаттыққа, еркіндікке құштарлығын танытты. Сондықтан желтоқсан оқиғасы өзінің тарихи бағасын алып, жас ұрпаққа кеңінен насихатталуы тиіс. Алатауды қалай алыстаған сайын биік көрсе, бұл оқиғада ертең жастардың алдында ұлттық рухты тәрбиелеу үшін, отанға деген сүйіспеншілік тәрбиелеу үшін, оның өзінің азамат екенін, осы елдің қасыққан қалғанша қорғайтын сол жігіт еркіндікті азамат екенін, бір жапырақ алақандай жер үшін соны қорғап өлу керек екенін, соны құлағына құю керек. Бүгінгі Қазақстан шекарасын шегендеп, еңсесін тіктеген тәуелсіз мемлекет. 86 жылдың желтоқсаны сол тәуелсіздікке жетер жолдағы қаралы да қастерлі кезеңдердің бірі. Ендеше еркін елде өмір сүрудің қадіріне жету үшін өткенді ұмытпау һәм ұлықтау ләзім. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, апта.